Наурызға дайын сияқтымыз. Тоса, біз қызыл ірімшікті алдық па? Бұл Наурыздың басты тәттісі емес пе? Жоқ, ұмытып кеттік. Бірақ оны үйде өздеріміз жасай аламыз. Қалай? Қызыл ірімшікті жасау үшін бізге 2 литр сүт, 1 шыны айран, 1 шыны қант керек болады. Сүтті қазанымызға құйып, оны қайтатамыз. Қайнауға 1 минут қалған кезде сүтімізге 1 шыны айран қосамыз. Сүт пен айранды толықтай араластырып, қайнағанша күтеміз. Біраз қайнағаннан соң сары су бөлінетін бастайды. Кішкене сапырып, бетінде көбігі және айран мен сүтіміз іріп, дәл осындай маса болу қажет. 2 сағат қайнағаннан соң ірімшігіміздің түсі кішкене сарыға айнала бастайды. Осы кезде тәттілігіне қарай қант қосамыз және жақсылап араластырып жібереміз. 2 сағаттан кейін ірімшігіміз дайын болады. Келесі кезекте ірімшігімізді арнайы сүзгішімізбен аламыз да сүзіп алып, марляға орап, осылай жақсылап суын сығамыз. Сары суы толықтай ағып кету үшін бетін жауып, ауыр затпен бастырамыз. Осылай 2-3 сағаттан кейін қызыл ірімшігіміз дайын. Қазір кесіп, дәмін көреміз. Қызыл ірімшік ұлттық тағамдардың ішіндегі ең дәмділерінің бірі. Бала кезімізде әжелеріміз Наурыз мейрамы қарсаңында жиі дайындаған. Ол өте пайдалы, кальций мен фосфорға бай өнім.